Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын батон нанын пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, аштығымызды, дәміне қарай жарты чайна ложка тұз және де бір ас қасық қантымызды, содан соң бір ас қасық майонезімізді салып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң електен өткізілген ұнымызды осылай бөліп салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың басы бірігіп иленгеннен соң өзіңізге ыңғайлы болу үшін столдың үстіне қойып, осылайынан иі қанғанша илеп аламыз. Иі қанған қамырымыз біздің осындай жұмсақ болып шығады, қыздар. Міндетті түрде бетін пищевой пленка немесе пакетпен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Неке қыздар, біздің қамырымыз осылай көтеріліп, жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Столдың үстіне қойып, екі бөлікке бөліп аламыз. Содан соң ұнымызды сеуіп, батон нанның формасын келтіріп жасайтын боламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген, дәл солай жасап шығыңыз. Қыздар, видео ұнап жатса, менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Осылайша нанымыздың формасын келтіріп, бетін пакетпен жауып, 10-15 минутқа тағы да тындырып қоямыз. Енді біз 15 минуттан соң нанымыздың бетін осылай өткір пышақпен сәндік үшін кесіп шықсаңыздар болады. Содан соң қалауыңызша кунжут немесе мак сеуіп қойсаңыздар да болады. Енді біз нанымыздың бетіне жұмыртқаның сарыуызын барлық жеріне жағып шығамыз. Содан соң дайын болған нанымызды 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Мен осылай бетіне кунжут сеуіп сәндеп шықтым. Енді осы нанымызды ыстық пешімізге, алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіреміз. Неке қыздар, біздің батон нанымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді, осылай биік болып көтеріліп шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет.